Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жастар жылында жағымды жаңалық. Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығы жас әлеуеттің шығармашылығын жаңа жобамен ұштастырғалы отыр. Жалынды жастардың басын қосып, өнерін бір арнаға тоғыстыру, халық арасында олардың танымалдығын арттыру аталмыш жобаның басты мақсаты. Аудан орталығында орналасқан орталық саябақта ауданның жалынды жастары бас қосты. Бұл жолы жастардың серпіні өзгеше. Жастар өңір тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлап, алғашқы жобаны жоғарғы деңгейде бастады. Жастар деген атаумен қолға алынған жаңа жобаның мақсаты аптаның бір күнінде жастардың басын қосу, олардың шығармашылық бастамаларын қолдап, бос уақыттарын тиімді өткізуге жағдай жасау. Сонымен қоса жастар арасында ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, жас ұрпақ арасындағы мәдениетті қалыптастыруға бағыттап отырмыз дейді ұйымдастырушылар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақтандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын жарияланған болатын. Жалпы жолдауда 2019 жылды жастар жылы деп ұсынып, 2019 жылы жастар жылы болып белгіленді. Жылдың басынан бастап Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығы 13 бағыт бойынша жұмысын бастады. Жалпы жылдың басынан түрлі байқаулар жастар арасында, кездесулер, түрлі іс-шаралар ұйымдастырып өткізуде. Жазғы маусым жалпы жастардың демалыс кезеңінің басталуына байланысты біздің аудандық жастар ресурстық орталығы орталық саябақта түрлі өнердегі жастарымыз, яғни түрлі саладағы жастарымызды, талантты жастарымызды қолдау мақсатында аптасына бір күн жастар күні деп белгілеп, яғни жаңа жоба, жаңағы жоғарыда айтып өткен талантты жастарымызды, дарынды жастарымызды қолдау мақсатында, сонымен қатар жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында осындай кеш ұйымдастырып жатыр. Жобаның алғашқы күнінде өнерлі жастар көрермендердің көңілдерін көкке өрлетіп, ерекше әсер сыйлады. Жастар жағы жаңадан қолға алынған бағдарламада белсенділік танытып, жаппай атсалысты. Аудандық деңгейде өткізілетін іс-шараларда да бой көрсетіп, өнері мен дарынын шыңдағандарда көзден таса қалған жоқ бүгін. Яғни өңірдің талантты жастары сөзден іске көшкенді құп көріпті. Жастар арасында актуалды саналған әрі тың жобаның ілгері жылжуына үлесімізді қосамыз дейді белсенділер. Бүгін мұнда мерекелік іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараның өтуіне, жақсы жоғары дәрежеде өтуіне Сарыағаш жастар ресурстық орталығының үлесі зор деп ойлаймын. Себебі осы уақытқа дейін жастар орталығының қызметкерлері көптеген таланттардың бағын жандырып, олар үшін көптеген мүмкіндіктер ашты. Солардың бірін мен деп айтсам болады. Сарыағаш жастар орталығының ұйымдастыруымен, солардың құрылтайымен өткен әрбір байқауда өзінің бағын сынап, бүгінгі таңда тәжірибесі бар адам ретінде айта аламын. Сол үшін таланттарды қолдау жобасы ары қарай да іске аса берсін. Жастар жобасының көптен күткен көңілді күн атты тақырыппен өткен алғашқы бағдарламасы жоғарғы деңгейде өтті. Алдағы уақытта да жастар орталығының ұйытқы болуымен қолға алынған жаңа бастама әртүрлі бағыттағы ойын-сауық, шоу бағдарламалармен жалғасын табады. Майра Нұрмахан, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.